Ақ жамылғының астында жұмсақ жас таны күйіп жанып жатқан келіншек көзін есік жаққа салды. Манадан бергі құшағындағы еркегі енді жарығы көмескі шағын дәлізде шалбарының ауымен алысып қонжыңдап тұр. Сыдырғысы бұзылып қалған ба, онсыз жоғары көтерілмей, анау қайта-қайта екі қолын одан ала алмай, ылди төмен жұлқылап әуре. Келіншек еденге салынған төсектің үстіне олай да былай да аунады. Күллі тамырын қуалай, шымырлап аққан отты ағыспен шиыршық атқан ширақтан зар күйінде. Жанын жайпап жіберердей жанталасқан еркектің қимылы, өзі күткендей өз соны білсем деген көксеуге жетпей діңкелеп қалды енді. Сосын кешетін күйі. Қашаннан бері жолығып жүрсе де жаратылыстағы жалғыз жан алау осы екен-ау. Осы екен деп басталатын рахаттың айы неге тез батып, жұлдызы неге тез сөнетініне таң әр өкпелі. Мұның сонау тас төбесінен басталып бірте-бірте екі жауырынның астымен өтіп, тамырналарын қуалай жөңкілететін ғажайып ыстық ағыс күллі бөксесін күйдіріп жандырып, енді дегенде өліп өшіп бара жатқан еркегі өмірем қауып төстен түсіп бара жатады. Қалың кірпіктің ар жағында кейде қылиып, іле сәл-сәл жұмыла беретін көздердің көретін ғажап әлемі көгілдір таулардың үстімен, көгілдір аспанға қарай ұшып келе жатқан, келесі мезетте көгілдір айдынның бетімен көгілдір жиекке қарай жүзіп бара жатқан, келесіде көгілдір алқапта төбесінен төмен қарай гүлдер жауып тұрған, келесі бір сәтте алқынған ақ бұлақтар алма мойын аршын төсін аймалап аққан. Иә, осының бәрі лезде ізім-ғайым жоғалып, денесін әлдене түтіп жеп жатқандай сұрапыл сұмдықпен азап шегеді. Мұнысы несі? Неге бұлай дейтін сұрақ жатса да, тұрса да өкшелеп қалса қане? Келе-келе келіншек жарық дүниеге әйел болып келудің мәні, өлгеніңше бітпейтін күйкі тірліктің мың сан тауқыметі, титықтатып тығырыққа тірейтін қияметмен де, қиямет тағы не тіпті күтпеген жерден сап етер дерт пен ажалдан да сұмдық, әлуетті әуен, әйел екенін сезімеуде жатқанын пайымдай бастады. Келіншек өзгелер секілді абыройын сақтауды ардақ тұтатын қыздың бірі еді. Қауыз жарылмай жүріп мектеп бітірді. Солай жүріп арнайы орта білім алды. Сосын жан-тән таза кезінде тұрмыс құрды. Жар төсегінің атар таңбатар күннің табиғи қызық шыжығын біліп болмай жатып күйеуін ажал алды. 25-ке енді толған байқұсты троллейбус қағып өлтірген. Уақыт жылдам ғой. Өлгеннің артынан өлмейсің. Тірінің тірлігі жазбайтын да жара жоқ. Тек бірте-бірте түн жалғыздығы жанын мазалай бастады. Соның ішінде тайдай тулаған еркекпен тар төсекте тағым қағыстырып қалған ұрғашы дегенге бұл бір азап екен. Сағыныш сарғаюмен сананың сандалуы, тамсандырып таңдай қарғатып, талықсытып тамыр өртеп басталған адами ләззат әрекетінің қалай аяқталуы тиіс екенін білмей қалып, кейін біреулерден ұқса қасірет. О баста еркекпен жақындасудың бары осы шығар дейтұғын. Жастар шамалас күйеуі табаны қызбай жат талықсып кететін. Еркек пен ұрғашының төсек майданы тұла бойы тулатқан ұрпақ күйінің ағыны екеуінен де бір мезгілде ағыл тегіл болып кету сөзсіз қажет екенін келіншек кейінірек естіді. Махаббат әуенін жаулаған мына дүниеде оны ұқпау мүмкін де емес еді. Әлем, газет, журналдар, теледидар, ондағы кинофильм мен арнайы хабарлар, яғни екі қарасанның арасын қоздырудың мына жеркөлеш қасірет заманы бойындағы бұқпантай жүретін құтырынған сезімнің бас көтері беретініне әкелді. Нәпсі деген нәлет, тиіп кетсең лау ететін шай қурай сияқты лапылдағыш пәле екен. Қоясы қотырдай қозып, түн баласы ояу жатып та, ұйқы құшағында да еркек естаңсап жан таласар еді. Жұмысқа көзінің алды көкшіл тартып келетін келіншектің жүзіне тесіле бір қарап қоятын жасамыс әйел, қарағым-ау, болмайды ғой деген. Бұның көзі бадырайып қасын кереді. Болмайды дейді анау тағы. Солып қаласың. Түсінбедім ғой апай. Түсінбейтін түгің жоқ. Саған нақ сүйер керек. Қойыңызшы. Мен қойғанмен өзің қоямысың. Өзін өз қойдыратын құдірет кімде бар екен? Тоят бәле балаға жерік сияқты аңсарына жетпей қанбай дайналайын. Сонда неғыл дейсіз? Неғыл дегенде болса байға тие. Болмаса азаматты тауып ал. Ой апай деген. Деуін дегенмен күн ұзын елегізіп еркектің исіне ойша елтіп, еміреніп, ескете елжіреп, етегінің астынан жылы ылғал білініп, ес алаң ба, есірікпе әйтеуір өзіне беймәлімдеу күймен ара тұра күлмен қағып ара тұра. Өзінен өз күрсініп қойып жүрді. Кешкісін ваннаға кіріп алып ұзақ жуынған, үсті басын сылап, талайға дейін отырды. Бала ембегендіктен шығар. Қосанар сәл-пәл босаған болмаса әлі тік, кіндігінің асты аздап білеуленіпті.
Қимасының үстіне біткен қалың қара бұйра шудасына су жұқпайтын сияқты жылт-жылт етеді. Алақаны тиіп еді, көз алды тұманданып, тұла бойынан төмен қарай бір жойқын ыстық ағып өткен. Сол-ақ екен, уысында әуке тұрғандай бір сұмдық әсермен оқыс сілкініп, басын жақтауға соғып алды. Ваннадан көңілсіз шыққан, содан жанарынан жас жаңбырдай бұршақтады. Әйел затының еркек сияқты кез келген кезде керегін тауып ала алмайтынына, олай етуге көкіректе көз жұмылмайтын, бір құдіреттің жібермейтіндігіне ұрғашының еркектігімен бірдей емесінен алып, ботадай боздады-ау. Неге, неліктен бұлай? Алмадай албырап тұрған шағында әлуетті қолдың алақанымен аунап қунамау неліктен? Тағдырдан ба? Тағдырдан деп қою өзін өз жұбататын адамның әу бастан көнген көнбіс мінезі сірә. Әйел жолы жіңішке, ғұмырының оңға бұрылып от баспай, солға бұрылып су кешпей, жібектей есіліп өтуіме ол. Әлі еркекке кеуде бастырмаған, бастырса жұп болып жұбы жазылмай ғұмыр кешіп жатқандардың мұрат парыз десең мейлі. Ал некенің ақ төсегінде етегі ашылып, Құдайдың құдіретімен қосағынан айырылып, есіл өмірдің еділ жайық ерке ағысын бойлап жүзе алмаған, күннен күнге күйтінің күйігінен күйіріктеніп, жалғыз аунап қонаудан шаршап шалдығуы, шарықтау шегіне жетіп жүргендердің көңіліне оның қонама. Сонда оған қалатын не? Байға тиюме? Әукесі салақтаған еркек табылар-ау. Ал байше, бай ұғымының ар жағында бас ең асыраушың, қорғаның деген құдірет аңырап, атой салып тұрған жоқ па? Аңырау мен атой салуды қай жігіттен табасын қазір? Үштің екісі дүбәра, дүмбілез, білімсіз, танымсыз. Танысса, қайда істейсің? Айлығың қанша? Әкеңнің қызметі нендей? Малды ма деп сұрай бастайтыны сұмдығы не? Қазақ еркегі қашан сөйтіп еді? Қазақ еркегі қашан әйелге масыл болып еді? Ис еркек қой. Бас ие болар деп байға тиген анау өздерімен қызметтес қыздың жағдайы қалай? 2 ай өтпей еңіреп қайтып келіп тұр. Айтса, өңі жылтырап сыптай болып, өрге шапса төске озған сияқтан көрінгенмен тіршілігі жоқ. Соны ойламайтын да. Түн жарым ауғанша телевизор, одан түске дейін ұйқы, одан кешке дейін сырахана маңынан шықпайтын біреу екен. Ол аздай күн сайын қылқылдап ақша сұрайды. Ол аздай өз сияқтыларды сүйретіп, үйге ертіп келеді. Дастархан жай арақ қой. Ары қарай қолтығы қолаңса, аяғы шуаш, ауыз сасық. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дегенді қазір ұрғашыдан алып еркекке қаратып айту керек. Еркектен ес қашты бүгін. Жігіт мүгіт кезең. Неге, неліктен? Қоғамның ер азаматтығының азғындауынан ба? Солай емейне? Осы күні әйел мен еркек хайуанаттық жыныстың қатынасқа бейім, сату мен сатылу бар. Ұрғашы күн үшін сатылады, еркек қанағат үшін сатып алады. Індет індеп келеді. Қоғам бәрін көріп біліп отыр. Қоғам еркегі мен ұрғашысының сайқалдығына дым істей алмайды. Нем құрайды? Сұмдығай. Келіншекке қылмыңдаушылар жоқ емес. Автобуста, аялдамада, асханада тұла бойын тінте қарап, көзбен шешіндіріп, оймен аунатып, өзегі өртенетіндер, бірі жуа жылатындай тапырақтап келіп, бірі жылы жұмсақты қазір көріп тұрғандай жымиып келіп, қарында істейтіндер күн сайын көлбеңдейді. Алдамшы арамзағылық. Ал еркек атаулының барлығы аусар. Әңгі алаяқ емес, не бір қара қасқаның да бар екенін біледі. Бірақ жасы мен жаманды қалай ажыратсын? Жақсы мен жаманды мидай араластырып жіберген мына қу дүниеде оның адалдығы мен арамзалығын танып, ажыратып көрші. Тектіңнің тереңдігі, тексіздің текірегі. Мен мұндалай қояма? Осылай сандаған сұрақтан сансырап өзімен өз алысып жүрген келіншек, өзімен бір бөлмеде бір столда қарама-қарсы отыратын кәрі қыздың тірлігіне ден қоя бастады. Қыздың жасы бұдан үлкен болғанмен өңі алмадай уылжып тұратын еді. Қаз кеуде, қиылған бел, тұсақ бөксе, тоқ түзу балтыр, жүзінде ал қызыл рең löp етіп тұрады. Күнне 3 мезгіл әлдебіреумен міндетті түрде сөйлеседі. Сондай кезде даусы мүнде ұянданып, көздері жан тебірентер әуезбен ән салып тұрғанды естіледі. Еркіндік еркелігі қатыр, трубканың ар жағынан емс-емс естілетін қоңыр дауыс қоңыр желдей естілеме. Қыз әткеншекке отырғандай кербетіледі. Әуелде келіншек бұған онша мән бермеуші еді, бірте-бірте қызығатын болды. Әйел нәсілінің ең осал тұсы әуестік, ұршықтай үйіре бастады. Содан бір күні әлгі еркек туралы қыздан сұрады. Нақ сүйерім деді қыз. Жігітің бе? Нақ сүйерім деп күлді анау. О не тағы? Ол ма? Ол менің тағдырым. Қыздың айтқанынан ұққан нақ сүйері елменді. Егер ерлі-зайыптылардың ерлі-зайыптылығын барша мойындап заң бекітіп берсе, бұлар бір-бірінің керектігін өздері ұйғарып, тағдырларын қосақтап қойған. Адамның тағдыры бостандығы. Ол бостандық ешбір заңға түкірмейді. Бостандығын түсінбеген, білмеген адам құл. Біреудің күйеуі ғой ол, деді келіншек қызға таңдана қарап. Болса ше,
Неге онда еркек бір ғана әйелдікі? Онда еркек жалғыз сәт болса да мені бақытты етсін, ал мен өз бақытымды сезінейін одан. Мен оны сүйемін. Ол да. Сүйгендігім үшін мен оны отбасына бөліп әкетуді ойламаймын. Жалғыз сәт даусын естігенімде, жалғыз түн жанымда болғанда жетеді. Оның жанымдағы жалғыз сәтті маған басқа ешкім шығара алмайтын ұшпақ. Сол бақыттың жанында кімнің де мені жер табандатып жазғырғаны, мазақтағаны, күлгені түкке тұрмайды. Мені сүйетін, менің жанымды түсінетін қамқор, қорған болатын әлгі жер табалаушылар емес. Ол келіншек қызуға уәж айта алмады. Расау деп мойындай қойғанда жоқ. Осы екі арадағы әр-сәр ойлардың ортасында омырау ошақтай өртеніп жүргенде әлгі қыз мұны қонаққа шақырды. Мен сізді Нақсүйермен таныстырайын деді ол. Жанында қызметтес бір азамат болады. Болса ше деген бұл. Оны маған несіне айтып тұрсың дегендей. Әйтсе де әңгіменің ар жағындағы ауаны байқап қойды. Ертең Нақсүйерімнің туған күні. Оны біз бүгін тойлаймыз. Бірге отырайық. Серпілсеңіз аздап. Мына еркекпен сонда танысқан, көп сөйлемейтін, түр-тұлғасы әжептәуір еркекпен қатар отырды. Қыздың Нақсүйер тік мінезді, өткір сөзді адам екен. Салған жерден дәл бір бұрыннан таныс адамды үйіріп әкетіп, бөтенсу жатырқау қысылып, қымтырылуды қылып жібермеген. Созан да отырыс көңілді болған. Кенет сағат тура 11-де жанындағы еркек орнынан тұрды. Қайтпақ екен. Тәртіптің аты тәртіп деді, амал жоқ. Қыз асықпағанымызбен безгек қағып қиылып еді. Ол қына қоймады. Бұған күлімсіреп қарап, біз кездесеміз ғой деп есікке беттеген. Сөйтеді деді қыздың Нақсүйері. Түнгі сағат 11-ге дейін бәріне көнеді, сосын 40 құлаш зынданнан да шығып үйіне кете барады. Қызық, үйелмендік бұлжымайтын тәртіппен не бәле, өзі әйелде қандай